Сәлеметсіздер ме достар? Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге әсем. Демалыс күндеріңіз қалай өтуде? Күндеріңізге сәттілік тіледім. Ал бүгінгі біздің арнамызда сіздермен бірге керемет, жасалу жолы оңай әрі дәмді торт әзірлейтін боламыз. Бұл торт түрі кез келген мерекелік дастарханыңыз болсын, отбасылық шай ішу болсын, керемет үйлесетініне кәміл сенімдімін. Олай болса міндетті түрде рецептін сақтап, менімен бірге дайындауға кірісіңіздер. Олай болса, достар, бастаймыз. Алдыменен жылы бөлме температурасындағы 5 жұмыртқа, 250 грамм қант, 4 үлкен қасықпен какао, жартас қасық тұз, 1 қасық ас содасы, 1 қасық ванилин, және де 600 грамм ұнымыз, 50 миллиграмм күнбағыс майымыз. Жұмыртқаларымызды алдыменен ыдысымызға жарып, үстіне секерімізді, қантымызды қосып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Қатты миксерлемей, жартылай миксерлесек жарайды. Міне достар, жұмыртқамызды қантымызбен қосып миксерлеп болдық. Енді үстіне 50 миллиграмм күнбағысымызды құйып, қалған құрғақ қоспаларымызды да қосамыз. Ванилин, ас содасын, тұзымызды қосып былғайтын боламыз. Азғантай миксерлеген соң үстіне какаомызды қосамыз. Оны да жаймен бір миксерлеп алатын боламыз. Какаомызды азғантай миксерлеп болған соң, қалғанын қасықпен, қолымызбен ұнын жайлап, бөліп салып, қоюланғанша былғайтын боламыз. Қамырымыз қоюланып болған соң, қолымызбен жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды илеп болдық. Бізге пергамент қағазы керек. Оған өзіміздің керекті диаметрімізді сызып аламыз. Мен отбасыма арнап 24 диаметр сызып алдым. 24 сантиметр диаметр. Қамырларымды 100 миллиграммнан бөліп алдым барлығын. Әркім өзінің қалауынша бөліп, қалаған диаметріне сызалады. Осылай бір-бірлеп алып, сызығымызға дейін қамырымызды жайып алатын боламыз. Жайып болған қамырымызды 160-170 қызып тұрған пешімізге салып, тез-тез пісіріп алатын боламыз. Кептіріп алмаңыздар, қараңыздар. Бұл қамыр тез піседі, жоқ дегенде бір 3-4 минуттың ішінде дайын болатын қамыр. Өте тез піседі. Жайып болған соң шаңышқымызбен үстінен түйреп аламыз, көтеріліп кетпеу үшін. Және де барлығын бірінен соң бірін тездетіп жайып пісіріп алатын боламыз. Міне достар, көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз тез-тез пісіп шықты. Ендігі суымай тұрып, қақпағымызды керек өлшемімізді үстіне қойып, шеттерін, артық шеттерін кесіп, үстіне үгітпе жасайтын боламыз. Дәл осылай барлық қамырларымызды пісіріп алатын боламыз. Өте жұмсақ болып шығады. Мұндай үгітінділерімізді жақсылап үгітіп аламыз.
блендерімізге салып, оны қазір біз торттың жан жағына әсемдейтін боламыз. Ал енді бізге 1 литр сливке қажет, және де 2 вареный сгущенкамыз қажет. Вареный сгущенкаларымызды жақсылап тұрып салып, жақсылап ертіп миксерлейтін боламыз. Креміміз дайын болды. Енді ыдысымызды алып, түбіне азғантай салмамызды жағып, корждарымызды бірінен соң бірінің үстіне қойып, жинай бастаймыз. Алдыменен бірінші коржымызды қойып, үстіне жоқ дегенде 3-4 қасықтай кремімізді жағып, дым жұқа да емес, дым қалың да емес, орташа керекті крем болып шығады сонда. Осылай барлығын түгелдей жағып, кремдерімізді жағып болған соң үстеріне корждарымызды қойып, осылай тортымызды жинап шығамыз. Менде 11 корж болып шықты. 11 бөлікке бөлінді. Дәл осындай қимылмен тортымызды жинап шығатын боламыз. Көріп тұрғандарыңызда ешқандай қиындығы жоқ. Саласың, жағасың. Дәл осылай торт жиналатын болады. Міне достар, біздер тортымыздың соңғы бетіне де келдік. Бетімізді жақсылап тұрып жағамыз. Одан қалса жан жағына да кремдерімізді жақсылап тұрып жағып шығамыз. Міне жақсылап тұрып жанына да жағамыз. Жанына жағып болған соң, жаңағы қалған үгітінділерімізді, блендерлеп алған үгітінділерімізді жан жағына күрекшенің көмегімен себелеп шығатын боламыз. Жағып шығатын боламыз. Міне достар, көріп тұрғандарыңыздай уақтап алдық, соларды жайменен күрекшенің көмегімен жан жағына жабыстырып шығатын боламыз. Жабыстырып болған соң 100 мг сүтімізге 1 қазақстанский шоколадымызды алып, ерітіп, үстіне суытып жағып шығатын боламыз. Кремімізді абайлап, шоколадымызды абайлап, жақсылап тұрып, торттың бетіне жағып шығамыз. Жағып шығып болған соң, тоңазытқышқа 1-2 сағатқа салып аламыз. Одан кейін қалған кремімізге үгітінділерімізді салып, салмасаңыз да өздеріңіз білесіздер, әркімнің қалауынша мен салдым. Үстіне қалауымызша әсемдеп шығатын боламыз. Міне достар, 2 сағаттан кейін тоңазытқыштан шықты. Одан кейін біздер үстіне жаңағы қалған кремімізге үгітінділерімізді араластырдым. Содан осындай крем болып шықты. Әркім өзінің қалауынша әсемдеп шығуға болады. Мен осылай әсемдеуге ұйғардым. Дайын болған тортымызды 2 сағатқа тоңазытқышымызға салып, болмаса ең дұрысы 1 түнге тоңазытқышқа қалдырғаныңыз дұрыс. Сонда бүткіл креміміз, бүткіл дәміміз қамырымызға, корждарымызға сіңіп, дәмі керемет болып шығатын болады. Міне достар, көріп тұрғандарыңыздай біздің тортымыз дайын. Мен 1 түннен кейін келесі күні кестім. Енді сіздерге кесіп, 1 тілімін кесіп, ортасын көретін боласыздар.
өзімнің отбасым әйтеуір таңертеңге дейін әрең шыдады айтау. Міне достар, біздер бір тілімізді кесіп алдық тортымыздың. Көріп тұрғандарыңыздай өте керемет болып шықты. Міне ортасын көрсеңіздер болады. Керемет. Міне достар, тортымыз осындай керемет әсем болып шығады. Ортасын кескенде де керемет әсемдігін жоғалтпайтын болады. Ендеше дәмін көрейік. Достар, дәмі енді тіл үйіреді, керемет болып шыққан. Шайға нағыз керемет шай ішуге тіске басар болып шықты. Міндетті түрде дайындап, рецептін сақтап, отбасыңызды, айналаңызды қуантып жүріңіздер. Сіздермен бірге болған әсем, сау болыңыздар.